Bir күнінде күннен қорғанып ағаш көлеңкесін паналап жатқан алып піл қатты шөлдей бастады. Жақын маңайдан су көрінбеген соң алып піл тұмсығын тік көтерді де ауаға барлау жасай бастады. Әлі бірдеңнің ар жағында су бар сияқты. Сәлеметсіз бе? Апырай, бұл кім өзі? Сәлеметсіз бе, Піл аға? Маған азғана көңіл аударыңызшы. Мұндамын, Піл аға, мұнда. Мені шақырған сен бе, балақай? Иә, мен, Піл аға. Жаңа су іздедіңіз бе? Тұмсығыңызды жоғары көтеріп, жан-жаққа барлау жасағандай болдыңыз. Анам, пілдер өте алыстағы судың өзін тұмсығымен сезе алады деуші еді. Сол рас па? Ол рас дейін жан. Біз тіпті мұна үлкен құлағымызды тосып, басқалар ести алмайтын қашықтықтағы судың сылдырлаған дауысын да естиміз. Міне керемет! Судың орнын сезе білу бізге көп көмектеседі. Өзің ойлап қараш. Раббымыз бізге бұл нығметті бермегенде, алып денемізбен су іздеп жүгіре беру бізге оңай тиермеді, тез шаршар едік. Бұл Аллах Тағаланың бізге көрсеткен мейірімділігі. Раббымыз мейірім көрсеткендерді, әсіресе әлсіздерге көмектескендерді жақсы көретін болғаны ғой. Солай емес пе? Әрине. Ендеше, Раббымыз сізді де қатты жақсы көрсін десеңіз, мені өзіңізбен бірге бара жатқан жағыңызға ала кетуіңіз керек. Өйткені мен де қатты шөлдеп кеттім. Сен өзің кішкентай болғанмен ақылды екенсің. Жарайды, жүре ғой. Мен сені суға алып барайын. Алақай, рахмет Піл аға. Ал мен сізге салмақ түсірмес үшін жаяу жүрейін. О не дегенің тиін жан? Қайдағы салмақ? Онсыз да кішкентайсың. Керісінше, маған серік болып жолдасым боласың. О, қандай жақсы. Сізге көп рахмет. Оқасы жоқ, балақай. Танысып қойық. Менің атым Үрпек. Сіздің атыңыз ше? Мен алып пілмін. О, сіз әлгі атақты алып пілсіз бе? Дәл солай. Атымды сен де естіген екенсің ғой. Сізді бәрі таниды. Әсіресе басыңыздан өткен оқиға жануарлар арасында аңызға айналғалы қашан. Сол әңгімені шіркін өз аузыңыздан естісем ғой деп армандаймын. Соның орайы қазір келіп отырған сияқты. Маған сол әңгімені айтып бересіз бе? Әрине, онсыз да жолымыз ұзақ. Ол оқиға бұдан көп жыл бұрын болды. Мен Эфиоп әскеріне қызмет ететінмін. Ол кезде әрі жас болғандықтан, жер бетіндегі ең ірі, ең күшті піл мен едім. Мен көп деген соғыстарға қатыстым. Соғыста менің күшім үлкен рөл ойнаушы еді. Бір күні мені ұзақ жолға дайындап, Әбраханың еліне жіберді. Түсінгенім, ендігі жерде Әбраханың әскеріне қызмет ететін болыппын. Әбраха деген кім? Ол Йемен елінің билеушісі. Өзі қандай адам еді? Нашар, өте нашар адам. Естуімше, қажылық мезгілдерінде елдің Қағбаға ағылуын іштей қатты қызғанады екен. Қағбаның зияратына кедергі болып, халықты өзіне тартпақ ниетпен алтын, күміс сияқты бағалы тастармен әшекейлеп биік шіркеу салғызыпты. Бірақ еңбегі еш кетіп, елдің Қағбаға баруы тоқтамапты. Әбраханың Қағбаға өшігіп, шіркеу салғызған естіген бір араб түнде келіп, шіркеуді ластап кетіпті. Мұны естіген Әбраханы ашу қысып, жарыла жаздаса керек. Арабтар мұны менен өш алу үшін әдей істеді. Мен олардың қақбасын қиратпай тынбаймын. Елдің көзінше ант ішіпті. О, құдайым, жар бола көр. Шынымен ақ нашар адам болған екен, е? Ол кезде Меккеде Құрайш тайпасының басшысы Әбдімүтәліп еді.
Мұхаммед пайғамбарымыздың атасы Әбдімүтәліп пе? Иә, бірақ ол кезде пайғамбарымыз әлі туылмаған. Әбраха Әбдімүтәліпке елшісін жіберіп, Қағбаны жығуға келгенін хабарлады. Сөйтті де Әбдімүтәліптің 200 түйесін тартып алып қойды. Әбдімүтәліп не деді? Әбдімүтәліп, Қағба Аллахтың үйі, сондықтан оны Алланың өзі қорғайды деп, Әбрахадан өзінің 200 түйесін қайтаруын сұрайды. Әбдімүтәліптің өз түйелерін ғана уайымдағанына Әбраха қатты таң қалды. Өйткені Әбдімүтәліп келіп, Қағбаны жықпа деп жалынып, аяғыны жықлар деп күткен еді. Ал Әбдімүтәліп өзінің бұл ісінің мәнін: мен өз түйелеріме ғана емін. Қағбаның өз иесі, өз қорғаушысы бар. Ол Қағбаны міндетті түрде қорғайды деген терең сеніммен түсіндірді. Ал халық қандай күй кешті? Біз Меккеге жақындағаннан-ақ халық қаланы тастап, жапа тармағай тау басына барып паналаған еді. Сіздер не істедіңіздер? Мен әлі Әбраханың әскерімен бірге едім. Ертесіне таң ата, қалың қол қозғала бастаған кезде, жол бастаушымыз Нүфәйл құлағыма сыбырлап: шөк, ей, алып біл, одан да аман есен келген жеріңе қайт. Бұл жай жер емес, қасиетті жер. Нүфәйлдің әлгі сөзінен кейін Әбраханың пиғылынан сезіктене бастадым. Демек, ол мені бұзық істерге итермелемек сияқты. Дереу төрт табандап жерге жатып алдым. Аллахтың ашуын туғызатын мұндай жаман іске араласқым келмеді. Сізді ешкім тұрғызуға тырыспады ма? Тырысқанда қалай тиін жан? Мені әдейі алдыға салып әкелген жоқ па? Сол үшін әскерлер мені тұрғызу үшін бәріне барды. Бірақ түк шықпады. Басымды Меккеге қаратса, аяқ баспай шөгіп жатып алдым да, басқа жаққа бұрса дереу жүгіре жөнелдім. Барлық керемет сол кезде басталды. Не болды сонда? Қайдан келгенін білмеймін. Бір уақытта аспанда әбәбіл құстар қаптап кетті. Қарлығашқа ұқсайтын кішкентай құстардың барлығының аузында да, аяғында да ұсақ тастар бар еді. Құстар әлгі тастарды Әбраха әскеріне жаудырды. Тас тиген әскерлердің сол мезет қалай қырылғанын көрсең. Әбраха не істеді? Ол да тиген тастардың бірінен жарақат алып, көп ұзамай өлді. Өзіңіз қалай құтылдыңыз? Қағбаға қарай аяқ баспай қойғандығым шығар. Мен аман қалдым. Көріп тұрсың ғой, әлі күнге дейін өмір сүріп келемін. Одан кейін не болды? Артынан нөсер жауын толастамай жауды. Нөсерден пайда болған сел Әбраха әскерінің өліктерін түк қалдырмай шайып кетті. Тиінжан, білесің бе? Бұл оқиға қасиетті Құран кәрімде де айтылған. Мен Құран оқылып жатқанда естігенмін. Піл сүресінде былай делінген: Раббыңның піл иелеріне не істегенін көрмедің бе? Олардың айла тұзағын іске асырмай қойған жоқ па? Олардың үстіне құстарды бірінен кейін бірін жіберді. Құстар оларды ұсақ тастармен атқылады. Раббың оларды желінген топандай етті. Көп рахмет. Айтқандарыңызды ұмытпаймын. Алақай, су көріп тұрмын, су! Алақай, пілаға, су! Аллаға мыңда бір шүкір дейік Тиінжан. Ал енді қанғаның шаше ғой. Аллаға шүкір. Мен енді Фил сүресінің мағынасын толық түсіндім.